Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Шерменде көңілдің шерін айтатын Бағдар жобасы жалғасын табады. Бүгін жаға ұстатарлық жағдай туралы баяндамақпыз. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшысы Кәрім Мәсімовтің нөкерлері арасындағы күрес қызу талқыланып жатыр. Ендеше Бағдар тілшілері дайындаған ақпаратпен таныс болыңыздар. Қазақ жерін дүр сілкіндірген дүрбелең тарихи сәтке баланатын қаңтар оқиғасы кезінде Ақордада шу шықты, шу шыққанда у шықты. Белгілі журналист Гүлнар Башкенова сол күні Қасым-Жомарт Тоқаев пен Кәрім Мәсімовтің күзетшілерінің арасында төбелес болғанын баяндады. Журналистің пікірінше, бұл ақпарат оның қолына өткен жылы түскен. 3 қаңтарда қазақстандық авторитаризмнің қасиеті де киелі орны Ақорда. Тоқаевтың жеке күзеті мен Мәсімовтің жеке күзеті арасында кескілескен шайқас болды. Негізі Мәсімов бұған дейін Тоқаевқа Ақорда мен Қазақстаннан кету туралы шұғыл өтінішпен бірнеше рет келген. Белгілі болғандай, ол 1-2 қаңтардан бастап күні сайын келген. Тоқаев бас тартқан сайын бұл жердегі наразылық та арта түскен, деді журналист. Оқиға мұнымен бітпейді. Ақордадағы алғаш рет қантөгіс болған сәттің әр эпизоды ерекше. Дереккөздердің айтуынша, президент пен бұрынғы ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысының оққағарлары бір-біріне пышақ сілтеп, тіпті өлгендер де болған. Осылайша Қазақстан президентінің резиденциясында алғаш рет қан төгіліп, еден қызыл қанға боялды. Дереккөздердің мәліметіне сүйеніп, тағы бір дерек айтпақпыз. Қиян-кескі шайқас кезінде Тоқаев пен Мәсімов күтпеген жерден екеуі де білетін Қытай тілінде сөйлескен. Екеуі ара әңгіменің соңында Мәсімов орыс тілінде "мен не істеуім керек" деп сұрайды. Мемлекет басшысы бірдеңе істеуге тым кеш екенін ескертеді. Кейін араға 3 күн салып, Мәсімов қамауға алынды. Журналист бұл ақпараттың 100 жылдан кейін расталуы мүмкін екенін айтып, сенім-сенбеуді көрерменнің еркіне қалдырған. Айта кетейік, бұл Ақордадағы шайқас туралы алғашқы әңгіме емес. Бұған дейін экс-депутат Серік Әбдірахманов сұхбат беріп, қаңтар оқиғасы кезінде Қасым-Жомарт Тоқаевты Кәрім Мәсімовтің өлтірмек болғанын айтқан еді. Сондай-ақ Мәсімов президентке қастандық жасамақ болғанда, оны жанындағы оққағарлары мен қазіргі ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Сағынбаев тойтарыс бергенін жеткізді. Елдегі әлеуметтік толқуды билікке қарсы беймәлім саяси топтың пайдаланып кеткені ақиқат. Қаңтардағы дүрбелеңде дүрмекке ереміндеп көз жұмған азаматтар мен адами құндылығы жоқ жалданған қанпезерлердің қолынан көз жұмған бүлдіршіндердің қазасы өкініш өзегін өртейді. Фильм түсіріп, ескерткіш орнатқанымызбен адам өмірін қалпына келтіре алмайтынымызды ескерсек, бұл жайт билікке үлкен сабақ болуы тиіс. Халық Құдайдың бір аты. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ағайын анығын білсін десеңіздер, осы бейне жазбаны таратыңыздар, каналға жазылыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.